Иә, қадірлі көрермен, сіздерге жаңа екі рет ақпарат ұсынғанымыздай, елдегі жолдарда әсіресе ақылы жолдардың қызметі артқан, әрине бұл сапаның, инфрақұрылымның артқанын білдіреді. Дегенмен де салада қандай жоспарлар бар, қандай мәселелер бар, мұны Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі Сәкен Ділдахмет мырзамен арнайы талқылайтын боламыз. Сәкен мырза, қайырлы күн, қош келдіңіз. Сәкен мырза, жалпы жаңа өзіңіз аңғарғандай, елде 39 миллион рет жүріп өткен екен. Осындай ақылы жолдар арқылы көлік жүргізушілер, әсіресе оңтүстік бағытта көп. Не себепті оңтүстік бағытта көп? Шымкент, Өзбекстан ерекше алға түсіп тұр. 6,5 миллион рет жүргізушілердің жүріп өткен екен. Енді бірінші кезекте өздеріңіз білесіздер, Шымкент пен Өзбекстан Республикасы шекарасы арасында сауда қатынасы өте жоғары. Сондықтан бұл жол, мынау жол пайдаланушылар ішінде өте жоғары қолданыста, және де жолдың қарқындылығы өте жоғары. Жылдың басынан бері 6,6 миллион рет бізде сапар тіркелді. Яғни жыл сайынғы бізде көрсетілетін осы көрсеткіштердің бірі. Бұдан бөлек Шымкент арқылы Өзбекстанның жүк көлік тасымалдайтын компаниялары бар. Олар тауар тасиды да Ресей Федерациясы Қазақстан шекарасы арқылы өтіп, өте үлкен мындай халықаралық сауда жүк байланысын орнатуда. Әрмен қарай Европаға да асады. Европаға да асады. Орал арқылы да кетіп жатады, Түркменстанға кетіп жатады, Иранға да кетіп жатады. Бүгінгі күні Қазақстан өзі 9 жолдың торабында тұрғаннан кейін, Ұлы Жібек жолы арқылы еліміздің қазіргі республикалық жолдары арқылы түрлі елдерге адам тасымалдайтын көліктер, жүк тасымалдайтын, бұдан бөлек үлкен логистикалық компаниялардың қызметі біздің жолдарымыздың қызметін пайдалануда. Елімізде 25 шақырым республикалық жол болатын болса, соның 3200-ден аса шақырымы бұл ақылы жолдар. Бүгінгі күні осы ақылы жолдарда тіркелген көрсеткіш, жалпы біз жылдан жылға ақылы жолдардың сапасын арттырып жатырмыз. Одан бөлек олардың учаскелерінде ұлғайтып жатырмыз. Енді барынша сапалы жол, күтіп ұстайтын жол болғаннан кейін, оның өзінің шығыны да бар. Міне осы ақылы жолды енгізу арқылы сол шығынды біз бірінші кезекте жабудамыз. Жақсы. Жалпы халықаралық тәжірибе қалай көрсетіп отыр? Мәселен, Еуропаға сапар шеккен азаматтар айтып жатыр. Мәселен, немесе күншығыс бағыты кәріс жапондардың еліне барған және ақылы жолдармен жүрген азаматтар Қазақстандағы жолдың ақысы арзан дейді. Жалпы баға жағы қалай тұрақталады және қандай регламенттер бойынша реттейсіздер? Енді бізде ақылы жолдардың өзінің белгіленген тарифі бар. Мысалға, бірінші техникалық санаттағы жолдарға жеңіл көліктерге төленетін ақша бөлек, және жүк көліктері бар. Бұдан бөлек абонемент бар. Еліміздегі жол учаскесіндегі бекітілген тарифтер бірдей. Бізде көбінесе айтып жатады ғой, елімізде ТМД елдер арасында, орталық Азия елдерінің арасында ең төменгі баға бізде. Мысалға, Бурабайға баратын болсаңыз 400-500 теңге ғана төлейсіз. Ал басқа елдерде 100-200 шақырым жолға дейін, мысалға, ол 15-20 мың, одан да көп болуы мүмкін де. Сәйкесінше бүгінгі күні Қазақстандағы жолға төленіп жатқан төлемақы өте төмен. Бұдан бөлек біз қазіргі таңда жол пайдаланушыларға ыңғайлы болу мақсатында онлайн төлем жүргізуге болады, алдын ала төлем жүргізуге болады. Мысалға, ақылы жолдың төлем алатын аркасына жақындаған кезде шлагбаумдар автомат түрде ашылып кетеді, сіз тұрмайсыз, бірден кете береді, кезек тұрмайсыз. Сондықтан осындай тұрғыда бізде қазір барлық жағдайды жасаудамыз. Бірақ бағаға қатысты нақты саясат бар, ол тұрақтылық және қолжетімді болу. Иә, биылдың өзінде біз қосымша қазір көлік министрлігі тарифтің өзгертуін қарастыруда. Енді бірінші кезекте білесіздер, жылдан жылға жолды күтіп ұстауға көптеген қаражат талап етеді. Қарапайым жанармай қымбаттап жатыр. Біз мысалы жыл 12 ай жолды қарын тазалаймыз, бұзылса жөндейміз, оның жарығы бар, жолдың бойын қоқыстан тазалаймыз. Қаншама адам жұмыс істейді, олардың жалақысы бар. Жақсы. Осы алдағы уақыттары, мәселен менің алдымда мынандай ақпарат бар. Шымкент, Өзбекстан, Алматы, Қонаев, Шымкент, Тараз, жалпы осы ақылы жолдардың тізімі тұр. Алдағы уақыттары ақылы жолдардың тізімін көбеюін біз күтеміз бе? Және ол қай өңірлерде бағытталады? Қазіргі таңда қосымша 10 ақылы жол учаскесін енгізу бізде нормативтік құқықтық актілердің ашық деректер базасына енгізілді. Қазір мемлекеттік органдардан келісімдеуде. Егер биыл барлық келісімдерден өтетін болса, онда биыл кезең-кезеңмен бұл қосымша ақылы учаскелер енгізіледі. Бұл бізде Қазақстанның
барлық өңірінде. Қостанай бар, Ақтөбе жақ, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстанда жол учаскелері бар, оңтүстіктегі жол учаскелері бар. Яғни биыл жылдың аяғына дейін қосымша тағы ақылы учаскелер қосуды жоспарлаудамыз. Жақсы. Сәкен мырза, сонымен қатар осы жол ақысы деген кезде және ақылы жол деген кезде бізге көптеген азаматтар сауал жолдайды. Не себепті қазақтың жері неге ақылы болу керек? Не себепті ақша төлеуіміз керек, тағысын тағы дейді. Бұл жолдың басқа жолдан не айырмашылығы бар деген секілді қарапайым сауалдар қойып жатады. Осыған түсіндірме. Енді бірінші кезекте мынаны түсіну керек. Біз барлығымыз жарықты суды қолданған кезде оның коммуналдық қызметін төлейміз ғой. Жолда дәл сондай. Жолды қолданатын болсақ, ол тек жеңіл көлік емес, жүк көлік бар, тауар тасымалдайтын көліктері бар. Сәйкесінше жыл сайын жол тозады, оны күтіп ұстауға ақша керек қой. Республикалық бюджеттен ақша бөлінбейді. Сәйкесінше жол өзін асырау үшін бірінші кезекте осы ақылы енгізіледі. Содан түскен барлық ақшаның барлығы осы жолды бір қалыпты ұстау үшін кетеді. Ол жерде жұмыс істейтін азаматтар бар, олардың айлықтары бар. Қарап болсақ, бүгінгі күні бізде 3200 шақырым ақылы жол учаскесі болатын болса, былтырдың өзінде 32 миллиард теңге түсті. Барлық сол ақша осы жолды күтіп ұстауға кетті. Оңай емес. Жолды күтіп ұстау, мысалы қысы жазым бар, дайындық бар, техника бұзылады. Қазір енді қыс басталған кезде жол борайды, жолды біз 24 сағат бойы қардан тазалаймыз. Азаматтар мысалға тұрып қалады, біреу жол көлік апатына ұшырайды, солардың барлығын құтқарумен айналысамыз, жоғалып кетеді, жол жабылады. Бұның барлығы қарап отырсақ, осы жолдан түсіп жатқан ақшаның барлығы осыған кетеді. Екіншіден, енді біз жақсы жолды қажет ететін болсақ, онда ол ақылы түрде өту керек, себебі оны күтіп ұстаудан түсетін ақша оны сапасын ұстап тұруға кетеді. Үшіншіден, енді қазір кез келген әлемдегі тенденцияны қарасаңызда, барлық жақсы жолдардың барлығы осы ақылы түрде, себебі ақылы түрде жүргеннен кейін ол жолдың сапасы жоғары болады, өз-өзін қамтамасыз етеді. Жалпы сіздер осы елдегі ақылы жолдарда қандай критерийлер бойынша таңдайсыздар? Мәселен, мысалға Бейнеу, Атырау бағыты деп алайық, немесе Ақтөбе, Шалқар бағыты деп. Ертең ол жол ақылы болады деп статус беру үшін қандай критерийлер болу керек, немесе ол тегін жол болу үшін? Бірінші кезекте қандай дәлелдемелерге сүйенесіз? Учаскесі бірінші кезекте ол сапаға сай болу керек. Мысалға біз қазіргі таңда Талдықорған, Қалбата, Өскемен бағытында жолдың қайта жаңартуын аяқтап жатырмыз. Толыққанды біткеннен кейін ол жерде қосымша біз ақылы учаскелер пайда болады. Бірінші кезекте жол толыққанды сапасы мықты, соғылған, жолдың сызықтары, белгілері бар, жол бойында әжетханалары бар, тоқтайтын кофе ішетін жері бар. Жолдың сапасын біз бірінші жоғары деңгейде қамтамасыз етіп болғаннан кейін барып, яғни ақылы түрде енгіземіз, арнайы аркілер орнатамыз, содан кейін барып бізде ақылы участке болады. Осылай біз басты критерийға енгіземіз. Сәйкесінше ертең азаматтар не үшін төлеп жатырмыз деп сұрамау үшін сапалы жолға, яғни ақылы жол учаскесі осылай енгізіледі. Жалпы тағы бір сауал. Жаңа айттық, Шымкент, Өзбекстан шекарасы 6,5 миллион сапар жасаған. Алматы, Қонаев, Шымкент, Тараз, Қайнар, Шымкент, Қызылорда, барлығы оңтүстік өңірлер. Оның себебін түсіндірдіңіз, өйткені сауда көп, басқа себептер бар. Ал бізде неге шығыс жағы, мына байқап отырмыз, солтүстік жағы, батыс жақтар сәл саябырсып қалып тұр. Бұл жерде ақылы жолдарға сұраныстың аздығы деп есептейміз бе, әлде бизнес минусқа жұмыс істемейді? Сол себепті сұранысқа сай сіздерде ақылы жолдарды көбейтесіздер ме? Бірінші кезекте ол жолдың сапасына байланысты. Қазіргі таңда біз елімізде күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Шығысқа шығатын Талдықорған, Қалбата, Өскемен жолы бар, Ақтөбе, Қандыағаш жолы бар, Ресейге шығатын өте үлкен жүк тасымалын қамтамасыз етеді. Қазір жолдың сапасын деңгейге жеткізіп 4 жолақты қылып жасап болғаннан кейін сәйкесінше ол жерде жолдың қарқындылығы артады. Тауар болсын, жүк тасымалы болсын, дәл осындай оңтүстік өңірдегідей де ол жерде жоғарғы сапарлар тіркелетін болады. Бірінші кезекте, яғни бүгінгі жолдың техникалық санатына байланысты болып отыр. Енді оңтүстік өңір болғаннан кейін білесіздер, Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, Қытай бар. Сол аралықта азаматтар көптеген Қазақстан арқылы басып өтеді. Сәйкесінше бұл жерде жоғары қарқындылық сол себепті. Енді бізде Қазақстанда қазір жолдың неғұрлым сапасын арттырып, неғұрлым оларды ұлғайтқан сайын, енді жыл сайын оларға деген сұраныс артады. Сәйкесінше ертең ол жолдарда да өте үлкен біз қарқындылықтарды байқайтын боламыз. Көп азаматтар шағым былай деп айтып жатады. Пәленше жолмен жүрдік, дәретханасы жоқ, немесе жанармай бекеттері бір-біріне өте алшақ, қашық деп.
Бұның шешу жолы сонда жолдарды мейлінше ақылы қылу ма? Бұл шешімі солай болып табыла ма, әлде басқа жолдары бар ма? Бірінші шешу жолы әрине біз қазір жаңадан жол салсақ. Сапасын айтып тұрған жоқ, жалпы инфрақұрылымдар айтып орта жөндеу жасаған өзінде де біз жаңағы санитарлық гигиеналық тораптарды енгізіп жатырмыз. Оның сметалық техникалық ерекшеліктеріне. Бұдан бөлек мынау жанармайлардың болуы ретінде ол енді жеке кәсіп болғаннан кейін оларға біз жол салып жатқан кезде арнайы орындарды қарастырып кетеміз. Өте үлкен мәселе бұл, яғни жол пайдаланушының қарқындылығының аздығына келеді. Мысалға, бұл бір жол учаскесінен айына 1000 көлік өтетін болса, кез келген орта және шағын бизнеске бірдеме ашу ол тиімсізді. Неге десеңіз, адам аз жүреді. Сондықтан біздің мынау көп республикалық жолдарды басып өтетін кейбір аудандарымызда жақын елді мекендер жоқ. Ауылдар жоқ мысалға. Ең деген жақын ауылдың өзі 300-400 шақырым жерде болуы мүмкін да. Сондықтан ол жерде мысалға жанармай станциясын қою мәселесі өте өзекті. Сондықтан қарамастан қазір біз жол салғанды, соның барлығын ескерудеміз. Ең бастысы әрине бұл адам санында өте қатты әсер етеді. Мысалға Европаның шағын елдері бар, біздің бір облысымызбен. Олардың өзі 15-20 миллион халық тұрады. Сәйкесінше жолдың әрбір өткен сайын шақырымында бір сауда орны болады. Сәйкесінше оларда адам көп болғаннан кейін сұраныс бар. Бізде мысалға оңтүстік Қазақстан сияқты ғой. Иә, Жезқазған мен Қызылорда бағытта баратын болсаңыз, жақын жарда ауыл мекен жоқ мысалға 200-300 шақырым жерде. Сәйкесінше де осындай бизнесінде сұранысы аз болады. Сондықтан бұл ретте де адамның демографиялық көрсеткіш өте қатты әсер етеді. Жақсы. Жақында берілетін қандай жолдар бар бізде, және олардың қайсысы ақылы болуы мүмкін? Мәселен, Алматы Астана дегендей жуырда беріліп бастады, және бір жола берілетін қай жолдар ақылы болуы мүмкін? Енді бірінші кезекте биыл 4 үлкен жобаны біз аяқтап жатырмыз. Бұл Астана Алматы бағыты, бұл Қарағанды, Балқаш, Бурыл, Байтар, Күрті жолы арқылы өтеді. Сәйкесінше біз биылдан бастап осы жолдардың кейбір учаскелерінде ақылы учаскелерді енгізіп жатырмыз. Бұдан бөлек Ақтөбе Қандыағаш учаскесі жылдың аяғына дейін бітіреміз. Атырау Астрахан жол учаскесі және Талдықорған Қалбатау Өскемен учаскесі. Осы учаскелерді біз қазір толық біз аяқтауға тырысып, жол қозғалысын ашамыз. Абаттандыру жұмыстары бітеді, кейін толыққанды бітіргеннен кейін біз қадам-қадаммен ақылы учаскелерді енгіземіз сол жерге де. Яғни жаңа жоғарыда айтып өткен жолдар алдағы уақыттар ақылы болуы мүмкін. Тек барлық жол бойы емес, учаскемен ғана енгізіледі. Мәселен, 50 шақырым, 100 шақырым жері ол ақылы болуы мүмкін. Жақсы. Ал осы жолдардың сапасын кім қадағалайды? Қазавтожол қадағалайды компаниялар, белгілі бір деңгейде шаралар, яғни мәселен Көкшетау Алматы бағытындағы белгілі бір участок жөндеу керек болса, оның қысқа мерзімінде жөндеу, жалпы тұрғындардың үніне құлақ асу деген секілді мәселелер қалай шешіліп жатыр және қалай шешімін табады? Арыз шағымын қайда тастайды? Бірінші кезекте біз 25-ші жолды шақырымды күтіп ұстап отқаннан кейін жыл сайын әрбір жолдың сапасына қарай оны жөндеудің жоспарына енгенбіз. Мысалға, мынау жолдың бір учаскесінде ағымдағы жөндеу керек, біреуіне орта жөндеу керек, біреуіне капиталды жөндеу, біреу жалпы қайта жаңартудан өту керек деп енгіземіз де бюджетке бекітеміз. Бюджеттің бөлуіне байланысты, яғни осы жолдар қадам-қадаммен жөндеуден өтеді. Жол жөндеу жалпы өте үлкен қаражат талап етеді және уақыт қажет етеді. Сондықтан біз жыл сайын жоспарлаймыз. Жолдың сапасын бірінші кезекте біз өзіміз қарастырамыз, тексереміз. Бұдан бөлек техникалық қадағалау қызметі бар, және де ұлттық жол сапа орталығы бар. Бұл барлық біздің республикалық жолдардың сапасын бақылауда ұстайды. Енді көптеген азаматтар енді жолға қатысты шағымдарын 1403 байланыс орталығына хабарласып, қай облыс, қай учаскеге республикалық жол болатын болса хабарласып айта алады, шағымдарын жолдай алады. Бұдан бөлек бізде мессенджерлер арқылы боттың көмегімен де өздерінің фото видеосын түсіріп жібере алады. Бұдан бөлек біз биыл халықтық бақылау жобасын бастаған болатынбыз. Еліміздің салынып жатқан республикалық жолдарын азаматтар шақырдық, келіңіздер, көріңіздер, сұрақ сауалдарыңыз болатын болса қойыңыздар деп, міне осындай ашықтық, кері байланысқа қатысып өздері үндеу жасай алады. Біз енді барынша халықпен ашықпыз. Қай жерде мысалы ақау кетіп жатады, өзіміз көріп жатамыз, өзіміз көрмей жатқан жердерді жергілікті халық шығып жатады, хабарласып, видео, фото жіберіп жатады. Сәйкесінше біз барынша, әрине, сондықтан біз барынша осындай тез шешім қабылдап, тез жөндеуге тырысудамыз. Жақсы, Сәкен мырза, келіп сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, бізбен сұхбаттасқан Қазақстан ішілік жолдардың
ақылы жолдардың қозғалыс қарқынын арттыру, тағы да басқа жөн жоспары жайлы сұхбат берген Сәкен Ділдахмет мырза болатын. Бірінші камера. Сәкен Ділдахмет, Қазавтожол ұлттық компаниясының ресми өкілі. Ал дәл қазір бізде жарнама, сәлден соң қайта жалғастырамыз.